30 жылдықты ауылдағылар аузын ашып таң қалатындай етіп ерекше ғып өткізу керек. Жігіттер, осы жолы бар өнерлеріңді аяп қалмаңдар. Мектеп бітіргелі әкесінің қора-жайынының қожайынына айналған Малсақ Тұрар тақырыпты бірден тақымдады. Ендеше ауданда бұрын-соңды болмаған көкпар берейік. Бойы бір қарыс болса да, тілі сала құлаш Рақымжан сөзді сабақтады. Баяғы үйренген әдетімен 10 жыл бір партада отырған құрдасы әрі жамағайын ағасына күйеуге шыққан ет жеңді жеңгесі Қатираны қыршыңқы тілімен тіліп өтті. Құрдастар, ауылдың тарихында қалқыларың келсе, әбден жауыр болған көкпар, бәйге дегенді ұмытыңдар. Одан да ешкім жасамаған қатын күрес өткізейік. Бізден 5 биенің сабасындай Қатираны шақырамыз. Көресіңдер, ол дәуғатын белдескеннің бәрін жапырады. Ақырында жүлденің бәрі өзімізде қалады. Дұрыс емес пе? Қатираның апыл-ғұпыл асығыс жауап жазып жатқаны байқалды.